Сәлем достар, парақшаны жоғалтып алмау үшін тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да қызықты видеолар салатын боламын. Джунгли орманы. Ертеде Африка ормандарының бірінде жануарлар тату-тәтті жасайтын еді. Орманға жақын маңда ауыл тұрғындары жайғасқан болатын. Күндердің күнінде Шерхан есімді жолбарыс адамдарға шабуыл жасамақ болады. Ақырып ауыл ішіне келеді. Адамдар қорқып жан жаққа жүгіреді. Табаки есімді шакал Шерханмен бірге жүретін еді. Бұл жағдайды Ракша есімді ана қасқыр күзетіп тұрып, қорқақ Шерхан, күші тек әлсіз адамдарға жетеді дейді. Олар сөйлесіп отырып, бұта арасында бір дыбыстар мен қимылды естиді. Қасқыр жүгіріп, қорғанбақ үшін шабуылдайды. Бұталар арасынан кішкентай бір сәби еңбектеп шығып келеді. Адам баласы ғой деп қарайды. Ауылдан шығып кеткен сәби орман ішіне кіріп кеткен еді. Ана қасқыр оны өзі қарап өсірмек болады. Оны Маугли деп атайды. Ракша бұл баланы тайпамыз қабылдамай қойсашы, не істейміз дейді ата қасқыр. Көндіреміз дейді Ракша. Үңгір ішінде жасырынып жатқан шакал Табаки барлығын естіп Шерханға жеткізіп салады. Шерхан тездетіп қасқырлар үңгіріне келеді. Бұл адам баласы менің олжам, ол менікі дейді. Кет бұл жерден, қанішер Шерхан, оны саған ешқашан бермеймін, тіпті ойлама дейді Ракша. Шерхан аяғы жараланған болғандықтан қасқырға үндей алмай артына кетеді. Бұл баланы бәрібір алып кетіп жеймін дейді ол. Келесі күні Мауглиді тайпа мүшелеріне таныстырылады. Ұзақ келіспеушіліктерден де кейін тайпа мүшелері Багираның сөзіне құлақ асып, оны қабылдауға келіседі. Бірақ оған орман заңдары үйретілетін болуы тиіс еді. Маугли орман заңдарын үйреніп өседі. Балу оған жануар тілімен сөйлесуді үйретеді. Балық жеуді, балық ұстауды үйретеді. Багира болса күресуді үйретеді. Маугли орманды өте жақсы көретін еді. Ол қасқыр балаларымен өте тату-тәтті ойнайтын еді. Жылдар өтіп, оны барлық жануарлар жақсы көріп қалады. Қасқырлар тайпасының басшысы Акела қартайып қалады. Алдыңғыдай аң аулай алмайтын еді. Шерхан оның әлсіздігінен пайдаланбақ болады. Жас қасқырларды Акеладан тайпа басшылығын тартып алуға үндейді. Және адам баласы Мауглиді өзіне беруін сұрайды. Жас қасқырлар Акеладан басшылықтан кетуін талап етеді. Акела Мауглиді Шерханға бермеуге уәде етсеңдер, басшылықтан кетуге разымын дейді. Маугли жоқ, жақсысы мен адамдар арасына ауылға барып жасайын дейді. Ол Балу мен Багираны құшақтап жылайды. Сәл өткен соң Маугли Балудың үстінде ұйықтап жатады. Кейін оянып, ауылға кетуі керек екенін айтады. Балу және Багирамен қоштасып, ауылға жол тартады. Ауыл адамдары Мауглидің орманнан шығып келгенін көріп қорқады. Бір әйел көріп қасына шақырып, бұл өзіміз сияқты адам ғой дейді. Бауырына басады. Маугли ауыл өміріне тез үйренеді. Адамдармен сөйлесе бастайды. Егіншілік етеді, сиырларға қарайды. Достар Балу және Багирамен тау артында кейде кездесіп тұратын еді. Бір күні олармен бірге қасқыр бауырлары келеді. Біздің тайпамызды Шерхан біртіндеп қырып жатыр, анамызды өлтірді дейді. Шерхан сені іздеп келді, бірақ анамыз сен сатпады дейді. Маугли көзіне жас алып, Шерханнан кек алмақ болады. Ол жабайы өгіздерді жинап, Шерханға қарай жол алады. Тұяқ дыбыстарынан барлық жер дүкірледі. Шерхан қорыққаннан сасып, шығуға жол таппады. Ол қаша бастағанда өгіздер оған жетіп алып, таптап басып өтеді. Шерхан шыдай алмай көз жұмады. Барлығы қуанады. Акела қайта тайпа басшылығы болады. Маугли ауылға қайтады. Орман және ауылда тыныштық орнайды.